Органикалық молекулалар молекуладағы көміртек қаңқасының түріне байланысты үш негізгі категорияға бөлінеді. Түзу немесе тармақталған көміртек тізбегінен тұратын қосылыстар алифатты қосылыстар деп аталады. Бұндай қосылыстардың мысалына гексан, 2 метилпропен және пропанол 1 сияқты қосылыстар жатады. Көміртек атомдары бірге тұйық тізбек цикл түзе байланысса, бірақ бензол сақинасын емес, қосылыс алициклды болып есептеледі. Оған мысал ретінде циклопентан, циклогексен және циклогексанолды келтіруге болады. Егер қосылыс құрамында бензол сақинасы болса, онда ол ароматты қосылыс ретінде жіктеледі. Метил бензол, анилин және 1 гидроксинафталин ароматты қосылыстардың мысалына жатады. Функционалдық топ органикалық қосылысқа белгілі бір қасиеттер жиынтығын береді. Мысалы, құрамында карбоксил тобы болатын барлық органикалық молекулалар әлсіз қышқылдар болып табылады. Олар күшті негіздермен реакцияға түсіп, суда еритін тұздар түзеді. Спирттермен реакцияға түсіп, сәйкес күрделі эфирлерді түзеді. Тағы сол сияқты. Сондықтан молекуласында кемінде бір карбоксил тобы бар қосылыстар тобын карбон қышқылдары және олардың туындылары деп атайды. Сол сияқты қосылыстардың құрамында гидроксил және амин тобының бар болуына байланысты, олар сәйкесінше спирттердің және аминдердің туындыларына жатқызылады. Және тағы сол сияқты.